Қайырлы күн. Менің сіздерге бірнеше сұрақтарым бар. Осы залда өмірінде кем дегенде бір рет ешкімнің көмегінсіз фильм көрген адамдар бар ма? Орындарыңыздан тұрыңыздаршы. Екі қолы мен екі аяғы сау адамдар бар ма? Орындарыңыздан тұрыңыздаршы. Өмірінде инвалидтерге арналған коляскаға отырып көрмеген адамдар бар ма? Орындарыңыздан тұрыңыздаршы. Егер қазір сіз тұрып тұрған болсаңыз, сізде біздің елдегі 868 мың адаммен салыстырғанда мүмкіндігіңіз көбірек. Отыра беріңіздер, отыруға болады. Менің атым Дана Жамалбек, менің жасым 17-де, және мен өзімнің ойымды ашық айтып, оны қоғамға жеткізгім келеді. Мен бақытты адаммын. Менің 12 мүшем түгел, денсаулығым жақсы, әкем мен шешем бар. Бақытты отбасында өмір сүремін. 2019 жылы мен өзім сияқты жасөспірімдердің кемтар адамды мазақ қылғанын, менсінбей қарағанын, даун, шизофреник деген сөздерді өзге мағынада қолданғанын бірінші рет көрдім. Сол кезде менің өмірге деген көзқарасым түбегейлі өзгерді. Бұрын байқамайтын немесе мән бермейтін жағдайларды байқай бастадым. Сол кезден бастап мен күресе бастадым десем болады. 2020 жылы мен алғаш рет волонтер болдым. Ол кезде Make it Green деген экологиялық қозғалысты бастадым. Мен жастардың арасында экология және табиғатты қорғау тақырыбында ағартушылық жұмыстарды атқардым. Осы жоба кезінде мен өзімнің қоғам белсендісі болуды ұнататынымды түсіндім. Болашақта саясаткер болғым келетінін ұқтым. Бір жылдан кейін, яғни 2021 жылы, мен ЮНИСЕФ-тің онлайн өткізілген волонтерлік жобасына қатыстым. Бұл жоба жастардың құқын қорғау, біздің елімізді инклюзивті орта құру туралы болатын. Инстаграм желісі арқылы біз әртүрлі посттарды жаздық. Және өзімізде түрлі тақырыптар бойынша тренингтерден өттік. Жобаның нәтижесінде мектептерде балалардың құқын қорғайтын клубтар ашылды. Сол клубтардың бірі Сезін клубы. Мен және менің 3 досым, Ақжан, Аслай және Еркежан бірігіп, Сезін деп аталатын клубтар ашатын болып шештік. Қазір біздің клубтар Қазақстанның 3 қаласында жұмыс жасайды. Ол Алматы, Астана және Семей. Өз жұмысымызды біз жасөспірімдерге арналған қарапайым тренингтерден бастадық. Түрлі спикерлерді шақырдық. Мысалы, арнайы қажеттілігі бар адамдардың білім алу жолындағы қиындықтары, немесе білім беру саласындағы инклюзивті жағдайды жасау, балалардың құқықтары және экология тақырыптарында тренингтер мен апталықтар өткіздік. 2 жылдың ішінде бүкіл ел бойынша 60-тан астам волонтер жинадық. 2021 жылы біз ЮНИСЕФ пен ұлттық волонтерлік желісінің пікірі бойынша ең үздік клуб болып танылдық. Ұтып алған сыйлығымызға өзіміздің клуб туралы видеоролик түсірді. Сезін біз үшін жай ғана еріктілер клубы емес. Бұл біз үшін үлкен жоба. Және оның көмегімен біз елімізге пайдамызды тигізгіміз келеді. Балалар құқығы тақырыбы туралы сөйлесу оңай емес. Оны қорғау оңай емес. Және де бұл салада өте абай болу керек. Себебі бала құқығы туралы сөйлеу оңай болса да, әрекет жасау қиын. Кез келген әрекетіңді жан-жақтан саралап,
ешкімге зиян келтірмейтіндей жасау керек. Біз қазір өз жобамызды жетілдірудің жолдарын іздеп жатырмыз. Соңғы бір айдың ішінде белгілі бір балалар құқығын қорғайтын активистермен және осы салада жұмыс істейтін адамдармен бірігіп, балалар құқығының тренинг программасын істеп жатырмыз. Ол тренингтерді біз мектептерге, басқа да оқу орындарына ұсынып, бүкіл Қазақстан бойынша жастарды өз құқығын қорғауға, өзінің жеке шекарасын қорғауға, жарымжан адамдарды кемсітпейтін инклюзивті қоғам құруға үйретпекшіміз. Балалардың құқы мен жалғыз қызығатын тақырып емес. Сезім клубынан құрған 3 қыз болып, тағы бір жоба бастадық. Ол жоба Қазақстанда инклюзивті орта қалыптастыру туралы. Бұл жобамыз көзі көрмейтін адамдардың кинофильмдер тамашалауына жағдай жасауға арналған. Жобаның идеясы фильмдерге аудиодескрипция салып, ондай фильмдерді арнайы платформаға жүктеу. Осы идеямызбен біз жаңа дүние деп аталатын қорға бардық. Олар бізді қолдап, жобаны басқаруды өз қолдарына алды. Ал Infoland деп аталатын компания фильмдерге аудио түсіндірме салатын қосымша мен кино көруге арналған платформаны жасап беруге келісті. Осы жобаны бастағанда біз негізі Қазақстанда киноға қатысты мемлекеттік стандарттар бар екенін білдік. Осы стандарттар бойынша әрбір шыққан фильмнің аудио түсіндірмесі болуы керек. Бірақ көбіне авторлар бұл талапты орындамайды. Қазақстанда инклюзивті киноны дамытуға күш салып жүрген бір режиссер бар. Оның аты Азиз Заиров. Тамыз айында Азиз Заировпен бірігіп, біз оның «Мама, мен тірімін» деп аталатын фильмнің жабық презентациясын кинопарк желісінде өткіздік. Бұл фильмнің аудио түсіндірмесі бар. Және де осы презентацияға кино саласындағы белгілі адамдарды, арнайы қажеттілігі бар жарымжан адамдарды шақырдық. Осы платформа шамамен қазан айында жұмыс істеуді бастайды. Қазір біз App Store'дың платформаны тіркегенін күтіп отырмыз. Және Азиз Заировтың «Мама, мен тірімін» фильмін осы платформада көруге болады. Аудио түсіндірмесі бар тағы бірнеше фильм авторларынан біз рұқсат алып, сол фильмдерді платформаға жүктейтін болып шештік. Көзі көрмейтін жандардың отандық фильмдерді тамашалауына тағы бір мүмкіндік пайда болады деп үміттенеміз. Мен не жақсылық істей аламын? Мен қандай із қалдыра аламын? Осындай сұрақтар мені үнемі мазалайды. Бүкіл жер бетін айтпай қойғанда, біздің Қазақстанымызда таза су, дәмді тамақ, жақсы киімге мұқтаж балалар бар. Біздің елде далаға өз еркімен шыға алмайтын адамдар, немесе шығуға ыңғайсызданатын адамдар бар. Олар қоғамдық жерлерде емін еркін жүре алмайды. Оларды көргенде дені сау адамдар қамқорлық көрсетпеуі мүмкін, тіпті менсінбей жеркенішпен қарау мүмкін. Қайта біздің елде өмір тыныш, соғыс жоқ. Ал қаншама елдерде соғыс болып жатыр. Балалар, жасөспірімдер, аш жалаңаш, жетім қалып жатыр. Немесе оққа ұшып, өліп, зорланып, құлдыққа түсіп жатыр. Осындай жағдайларды ойлағанда, мен қоғамдық жұмысымды одан ары жалғастыруға күш-қуат аламын. Ал қазір көздеріңізді жұмыңыздаршы. Осы залда отырған адамдардың барлықтарыңыз көздеріңізді жұмыңыздаршы. Әрбір адам өзін еркін сезінетін әлемді елестетіңізші. Мүгедек адамдарды ешкім кемсітпейтін әлемді.
инвалидтік коляскада отырған адамдар қала көшелерінде емін еркін жүретін әлемді елестетіңіз. Егер қандай да бір адам басқалардан өзгеше болса, оған ешкім тесіліп қарап, сөкпейтін. Әрбір адамның болмысын қабылдайтын әлемді елестетіңіз. Адамдардың құқықтары бұзылмайтын, барлық жерде адамдар бір-біріне қамқорлық көрсететін әлемде елестетіңізші. Ал енді көздеріңізді ашыңыздар. Айтыңыздаршы, ондай әлем қазір бар ма? Қазір Қазақстанда ондай әлем, ондай қоғам жоқ. Бірақ ондай мемлекет құру сіз бен біздің қолымызда. Рахмет.